Құрметті қазақ елі, сіздерге қазақтың бір туар жомарт азаматы жайында сөз қозғағым келіп отыр. Ақтөбе қаласында Некрасов, Берсиева көшелерінің қиылысындағы Елек Лада автосервисі орналасқан. Автосервистің иесі Махаббат аға. Ағамыз 2023 жылы 13 ақпанында бұл жалғаннан мәңгі бақиға аттанды. Махаббат аға тірі күнінде еліміз үшін, дініміз үшін аянбай тер төгіп, бір Алланың разылығын ойлаған кісілердің бірі еді. Өзінің жұмысшыларына және де басқа да адамдарға сатып алып бергені бар, салып бергені бар, жалпы 25 баспана сыйлаған. Қарамағындағы жұмысшылардың үйінде қуаныш болса да, қайғы болса да 300 мың теңгеден беріп отырған. Махаббат аға өзі бірнеше рет қажылыққа барған. Әр барғанында өзімен бірге және басқа да уақытта да жалпы 80 адамды қажылыққа жіберген екен. Автосервиске келген адамдарға және де жұмысшыларға құлшылық жасауына қиындық туғызбасын деген ниетпен автосервистің жанынан өте керемет, жайлы мешіт тұрғызған. Махаббат ағамыздың тағы да басқа жасаған көптеген жақсылықтары бар. Алла тағала ол кісіге еселенген сауаптар жазып, Фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Енді құрметті жамағат, мұның барлығын біз не үшін айтып отырмыз? Өскелең ұрпақ үлгі алсын деп, еліміздің елім деген азаматтар осы кісінің ізін бассын деп, Махаббат ағамыздай елім, жерім, дінім деген ұлтжанды жомарт жігіттер көп болсын деп. Бұл фәни жалт-жұлт еткен дүниеде мәңгі ешкім қалмайды. Дүние мүлкін ешкім әкете алмайды. Мен елімнен не аламын деп емес, мен еліме не беремін деп. Еліміздің, дініміздің көркеюіне ат салысатын мырза жігіттеріміз көп болсын деген ниетпен айтып отырмыз. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Махаббат ағамызға келетін болсақ, ол кісіге Алла разы болсын. Bir ғасырда бір туылатын тұлға ғой, негізінде. Қажылыққа баруға себепші болды. Енді тану жолында үлкен себепші болған ағамыз. Соның ішінде осы жұмысшыларымызға бірталай балдарға үй алып берді, қажылыққа апарды деген. Жай жаннатта болсын, Алла рахмет алсын.